эфирде Тұлға бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Мадина Қуанышқызы. Бүгін бізде қонақта Алматы облыстық Жетісу телеарнасының директоры, белгілі журналист Құранбек Бейсен Абайұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош көрдік. Өзіңізге белгілі біздің университетімізде журналистер дайындайтын мамандық бар. Осыған орай сіздің журналистика салаңыз қалай басталды? Бәрі неден басталды? Мен журналист болам деп ойлағам жоқ, армандағам да жоқ. Футболшы болуды армандағам. Қазақстанның құрамасын футболдан әлемнің чемпионы қылуды армандайтын кішкентай күнінен. Бірақ қарапайым бала болдық, ауылда өстік, доп қолағанымызбен онымыз бір тіпті шеберлер клубына да жарамайды екен. Біздің деңгейіміз разрядтың деңгейінде болдым екен, одан да төмен бе. Содан футболшы бола алмайтынымды мектеп бітіріп қалаға келгенде түсіндім. Әскерден келдім, әскерден келгеннен кейін өзімнің қабілеттерімді сараптай бастадым. Қолымнан не келеді, не маған ұнайды. Мен спортты жақсы көрдім, спортты ұнаттым. Содан кейін менің қабілетім қасымдағы достарымнан, класстастарыма қарағанда бір шығарманы сәл жақсырақ жазатынмын. Содан кейін ойладым, мен спорт журналисті болсам деген ой содан келді алғашында. Мен бір далада бір қой бағып жүрбесіме келді ма сондай. Бұл бір жайрақ болған кез. 20-дан асқаннан кейінгі дүние. Содан басталды, содан спорт журналистикасына келдім, бір дәптерімді арқалап, Несіп Жүнісбайұлы, Сайын Тұрсынов, Жүсіп Қисымов, Дендербай Егізов, Қыдырбек Рысбекұлы деген ағаларымның қасына келіп, сол кісілердің қасында жүріп, үйреніп, бір 22-23 жасымда Казгуге журналистикаға оқуға түсіп, содан басталып кетті. Міне қазір бір ширек ғасырдан асып барады. Ал енді сіздің тәжірибеңізге сүйенсек, журналист қандай болу керек сіздің ойыңызша? Журналистке керекті бірнеше қасиет бар. Ең бастысы журналист бейжай, бейғам, енжар болмауы тиіс. Яғни ол адамның өміріне, қоғамда болып жатқан жаңалықтарға, өзгерістерге, ол бір жанашырлықпен, қызығушылықпен қарауы тиіс. Ал қалғаны жазу, сөйлеу, зерттеу, білім алу, уақыт өте келетін, үйренетін нәрселер деп санаймын. Биыл елбасы осы жылды жастар жылы деп белгіледі. Осыған орай сіздің телеарнаңыздағы, ұжымыңыздағы жастарға қандай мүмкіндіктер жасалмақ? Жастар жылы бұл өте дер кезінде қолға алынған шаруа деймін. Жастар жылында бізге осы келетіндер, осы журналистика факультетінде оқитындар жақсы біледі. Біздің ұжымның тең жартысы, тіпті тең жартысынан көбі ол жастар. Хабарды жасайтын солар, түсіретін операторлар солар. Сондықтан біз жастарға бұрыннан ерекше қолдау танытамыз. Олардың шеберлігінің артуына, маман иесі болуларына күш саламыз. Біз осы жастар жылы басталатын кезден өзіміздің жастарға ғана емес, осы факультетке мен арнайы келіп, кездесіп, айттым, ай сайын біздің жастарға қосқан үлесіміз болсын, жастарға қандай үлес көмек жасайды деген кезде, біз жастарға ең басты нәрсе оларға тәжірибемен бөлісу, оларға тәжірибе жинақтауға көмектесу. Қазір бір 2-3 айдың жүзі болды, осы ЖГУ-дың журналистика факультетінен ай сайын 5 бала таңжарыққа келеді, тағы да 5 бала жаңалықтарға, хабарларға келеді. Біз өзіміздің жастарға білімізбен, тәжірибемізбен бөлісіп, көмегімізді көрсетіп жатырмыз. Бұл ең бастысы. Ал басқа дүниелер мен ойламай бір жастарға қазір, жастарда мынандай жағдай болмау керек те, бізге әкеп қазір, ақшаны әкеп бере салу керек, алтынды үйіп бере салу керек, үйді жасап бере салу керек, астымызға машинаны мінгізіп қою керек деген болмау керек. Олай болса жастар жатып ішер арам тамақтарға айналады. Жастарда неғұрлым, жастар, Стив Джобстың айтқаны бар, жастар неғұрлым аш болса, аш деген сөз, білімге аш болса, ғылымға аш болса, бір нәрсені үйренуге аш болса, соғұрлым биік табысқа жетеді. Біздің университетіміздің түлектері сіздің
телеарнаңызға барып тәжірибеден де өтеді, жұмысқа да орналасып жатыр, жаңа сіз айтып өткендей. Соған орай біздің білімгерлеріміздің білім деңгейіне қандай баға бересіз? Негізі біз білім деңгейін бағаламаймын мен адамдардың. Өйткені қазір білімді болу деген не деген нәрсе туады. Білімді деген нәрсе көп, қазір бұрынғы кезде мынандай ой болатын. Білімді деген нәрсе көп кітапты оқып алумен бірдей. Ал білімді деген адам мен үшін қолынан бір нәрсе келетін, бір нәрсені істей алатын, ол жаза алатын, ол сөйлей алатын, ол хабарды жүргізе алатын, ол таспагер секілді түсіре алатын адам. Осы бағытта әрине олар бұл жерде арнайы қазір телестудияларыңыз бар. Бұрынғыға қарағанда журналистика факультетінің студенттері кәдімгі олардың түсінігі бар. Тележурналистика деген не? Қалай хабар жүргізу керек, қалай монтаждау керек деген кәдімгі білімдері бар, ал оны жетілдіруге біз өз тарапымыздан көмектесеміз. Рахмет. Біздің университетімізге және білімгерлерімізге деген сіздің тілегіңіз болса? Бұл бір білімгерлерге айтатын нәрсе жастарға. Баяғыда Темірбек Қожакеев дейтін біздің ұстазымыз болды. Ғажап адам еді, сатирик, қазақтың белгілі. Сол кісі айтатын: әй, жастар, балалар, сендер қазір оқып алыңдар. Қазір миларыңа құйып алыңдар. Кейін мынаны бітіргеннен кейін үйдегілер асықтырады, үйленесіңдер, үйленбесеңдер жұмысқа кіресіңдер. Сол кезде сендердің уақыттарың болмайды. Барған сайын, жастарың келген сайын уақыттарың азая береді деген. Сондықтан мемлекет мынандай жағдай жасай отыр, осындай ғимарат салып, грант беріп отыр. Грант болмаса әке-шешесі ақшасына төлеп отыр. Осыны жастар осы уақытты басқаға емес, бірінші кезекте білім алуға жұмсаса дейді. Бірінші кезекте осы жерден беріп жатқан мүмкіндіктерді толық пайдаланса деп тілеймін. Ал оқу орнына тілейтінім, осы жердің студенттері еліміздің сан саласында өз орнын тапқан мықты мамандарға айналсын. Рахмет. Рахмет. Бейсен Абайұлы, сұхбатыңызға рахмет. Бізге уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Еңбегіңіз жемісті болсын. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше күн жақсы.